Желіде шұғыл ақпарат. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш ақпараттардан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Молаға апарып қорлады. Қазақстандық блогер өзін ұрлап әкетіп ұрып соққан мәлімдеді. Атырауда 13 мыңға жуық оқырманы бар блогер қыз Түркияда тур жарнамалағаны үшін соққыға жығылғанын айтып шағымданды. Блогердің сөзінше, тур ұйымдастырған танысы оны қаланың сыртына апарып ұрған. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі хабарлайды. Зардап шеккен Құралай Болатова есімді атыраулық тұрғын. Ол Түркияға жарнамалық тур ұйымдастыруға көмектесіп, танысына сеніп 100 мың теңге алдын ала төлем жасаған. Бұл ұсынысты өз оқырмандарына да жарнамалаған. Сол арқылы басқа адамдарда ақша аударған. Бәрі есімі Ақмұрзиева Айдана деген қыздан басталды. Ол маған Стамбулға тур ұйымдастырып жатырмын, жарнама жасап берші деді. Таныс адам болған соң сеніп сториске салып бердім. Сол стористі көрген адамдар мен арқылы сол тур жайлы сұрап оған ақша жібере бастады. Мен де қызығып өзім бармақ болдым. Ақмұрзиева Айдана есімді қызға 100 мың теңге алдын ала төлем жасадым. Бірақ уақыты келгенде не билет жоқ, не тур жоқ. Ақмұрзиева Айдана түрлі сылтау айтып ақшаны Әсем деген адамға жібердім деп алдады. Кейін сол Әсемнен өзім сөйлесіп, бұл іске мүлде қатысы жоқ екенін білдім. Сонда ғана бәрі өтірік ұйымдастырғанын түсіндім дейді блогер. Құралайға ақшаны 3 қазан күні қайтарған, алайда одан бопсалап ұятсыз видеоларыңды таратып жіберем деп тоқалдық жасаған. Сол түні туған күнге барған едім. Сол кештен шығып үйге бара жатқамда оның құрбысы Нұғманова Ақбота екеуі келіп сөйлесеміз деп алдап мені көлікке отырғызды. Айдалаға молаға апарып ұрып соғып теуіп кейін қансырап жатқан күйімде өздерімен бірге мен Ақмұрзиева Айдана өзінің құрбысы Нұғманова Ақботаның үйіне алып кетті. Қазір денемде сау жер жоқ, психологиялық жағынан да өте ауыр соққы алдым. Қазақ болмауы керек, олар біртүрлі. Желіде жігіттер туралы ой білдірген қазақстан қыздың видеосы үлкен дау тудырды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.